Балалар туралы айтсақ, ілгер ғалымдардың біреуі былай дейді. Балаларға тән 5 қасиет бар екен. Егер бұл қасиеттер үлкен адамдарда болса, онда ол адамдар әулиеге айналар еді дейді. Аллаға ең жақын адамдарын айтып отыр. Осы 5 қасиеттер. Бірінші, олар дүниенің бар жоғына бас ауыртпайды. Оны уайымдамайды да. Сенің балаң сұрамайды ғой, әке біз енді қандай ақшаға өмір сүреміз? Жоқ, ол айтпайды ғой. Өйткені ол кішкентай бала емес пе? Оларға оның қажетті жоқ. Екінші, олар, яғни балалар ауырып қалса, олар жаратқан Аллах тағалаға налып шағым айтпайды. Үшінші, олар тамақ ішкенде бірге жиналып, барлығы бірге тамақтанады. Рас қой, кішкентайлар бірге тамақ ішкен жақсы көреді. Төртінші, олар бір нәрседен қорқса, жылап, көздерінен жас шыға келеді. Бесінші, балалар ұрысып, аразданып қалса, тез татуласып дос болып кетеді. Егер балалардың осы 5 қасиеті үлкен кісілерде болса, онда олар Аллахтың ең сүйікті құлына айналып, әулие болар еді.